Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, денсаулықтарың жақсы ма? Бүгінгі сұхбатымыз логистика туралы болады. Міне Сайрам бір жағымызда, бір жағында Қасым Жомарт мырза. Бүгін жалпы екеуінің де бизнесini сөйлесіп өтіп кететін боламыз. Бизнес талқы бүгінде. Қош келдіңіздер, құрметті бизнесмендер. Өздеріңіз таныстырып өтіп кетсеңіздер. Менің есімім Бақытбек Сайран. Өзім Қытайдан келгем. Қытай Іле облысы Нылқа ауданынан. Осы логистик карго саласын істеп жатырмын қазір. Біраз уақыт болды. Алдында біреу арқылы істегем, енді өзім прямой Гуанчжоудан Алматыға карголарға жұмыс жасадым. Түсінікті. Енді Қасым Жомарт танисыздар, бірақ таныстырып өтіп кетсең танымайтындарға. Менің есімім Қасым Жомарт болады. Өзім Шымкент қаласынан шыққан жігітпін. Қазіргі таңда өзімнің каргомыз бар. Сол Best Express деп аталады. Сол Қытайдан Қазақстанға товар тасымалдау логистикалық компаниясы. Одан да бөлек басқа да проекттер бар. Бірақ бүгінгі жалпы мәтін осы логистика карго жайлы болады. Жалпы түсінікті жігіттер, енді Қытаймен ғой қазір, жалпы жасап жатқан логистика. Енді мынандайда қазір Пиндодо жүріп тұрды, основной Пиндодо арқылы заказ береді. Сіздерден де басқа істеп жатқан нелеріңіз бар, компаниялар бар, бастағандарыңызға қанша болды жалпы, компанияларыңыздың аты қандай, сол жайлы айтып берсеңіздер. Бұл бастағалы бізде ұзақ болмады, 2 ай болды. Оның алдында, бірақ біз басқа компанияменен жұмыс істеп жүр. Тест режимінде. Ал кейін келе, мен бұл жерде өзім жалғыз емеспін. Біздің компанияда менің үстімде Ержан Құрманжан деген менің бастығым, және жездем болады. Сол кісі бастаған. Осы жұмысты, осы идеяны сол кісі қойған. Ол кісінің 20 жылдық тауар жіберу тәжірибесі бар. Онда бүйтіп айтуға болады. Мысалға 20 жылдық тәжірибесі бар, бұның үстінде тұрған адамның. Бірақ жаңадан компания ашып бастадыңыздар. Жаңадан бастады. Ол кісілер бұрын істеген, жақсы істеген, 20 жылдық КАМАЗ жіберген, күніне 7 КАМАЗ, 8 КАМАЗдан жүріп отырған кездерде болған. Кейін орталықта біраз қойып кеткен, осы жақында және бастадық. Бұл айтқанда тәжірибе бар. Ержан Құрманжан және мен, және бір Шократ деген кісі бар, және Қытайдағы недеріміз бар, саптастарымыз бірге жұмыс істеп жатқан. Жалпы лай айтқанда біздің компанияда 20 шақты адам жұмыс жасайды. Жұмыс істейді. Сіздерде, Қасым Жомарт? Бізде қазіргі таңда сол тек Гуанчжоу қаласында склад бар. Бізде негізі қазіргі таңда бизнесіміз B2C-мен кетіп жатыр. Основном айда-жүзде 100 граммнан бастап 1 тонна, 2 тонна шектеусіз B2B-мен де, B2C-мен де товар алып келіп елдерге қызмет қылып жатырмыз. Қазіргі таңда енді основной бизнес модельдеріңіз қандай өздеріңізге? Мына B2C ма, көз тіккен жерлеріңіз, или B2B ма, мысалға негізгі клиенттеріңіз кімдер? Біздікі B2B болған шығар енді. B2B өйткені біз бұл жерде тек қана карголарға, бизнесмендерге жұмыс жасаймыз. Бизнесмендерге жұмыс жасаймыз, карголарға. Места күйінше жібереміз. Олар өздері арғарай бізден алып, өздері әр қаласына жібере ма, жеке тарата ма бірден, оны өздері біледі. Біз тек қана сол саласын былай айтқанда, мынаяқта тарататын компаниялар бар, тауарды сіздерден алып тарататын компаниялар бар, соларға өздеріңіздің складпен өздеріңіздің логистиканы бересіздер, алып кеп бересіздер, тауар. Мен логистика ашпақшы болсам, сіздерге жүгінсем болады. Болады, сондай болады. Менің жұмысым не бұнда, бұл жерде? Сіздің жұмысыңыз бай? Мен карго ашпақсымын, мысалға. Не істеуім керек онда? Мысалға, 100 адам бар менің. Сіз маған шығасыз, мен осылай карго ашам, менің авиомыңызды көрсетесіз дегендей. Сол жайлы өзіңіздің сайтыңыз дайын ба? Сайтыңыз дайын болса тіптен жақсы. Бізде әзір барлық карголар сайтпен клиент өзі көріп отырады. Қай жерде келіп, складқа жеткен, жетпеген. Солай болады. Егерде сіз келмекшісіз, сайтыңызды алып келесіз, склад жақтан сізге шешіп береміз, сканерін ұрады, және амалдың барынша тауарларды уақытында жіберіп,
Алматыға места күйінше жеткізіп беру. Иә, оны уақытын қазір сөйлесеміз. Сіздерде кімдер, қайсы категория бойынша, Қасым-Жомарт, основной? Бізде основном қазіргі сәтте сол B2C-мен ғой. Осы 10 сағат, 5 сағат майда шүйде товар заказ беретін кісілердің товарын алып келіп беріп жатырмыз. B2B-мен де арасында болады, бірақ ол бизнесмендерге бізде арнайы бөлек прайс бар да. Ал қазіргі таңда B2C-дегі кісілерге біз ол жерде $5 килограмм алып келіп жатырмыз. Қазақстанда барлық қалаларға доставка тегін еще. Қазір көп каргода, мысалға Қытайдан Қазақстанға шейін $5 төлетеді, $5 төлетеді. Одан кейін мысалға Астана қаласы болса, Астана қаласына тағы да бөлек доставка төлетеді. Ал бізде Қытайдан Қазақстанға төлейді, уже мысалы Астанада доставка төлемейді, бесплатно болады. Барып алып кетеді ғой, иә? Иә, барып біздің сол жақта филиалымыз бар. Қазіргі таңда 12 қалада филиалымыз бар Қазақстанда. Бұйырса 30-40-қа шейін барады. Мегаполистерде да, ол 12 мегаполистерде. Сол қазіргі таңда сол кісілердің заттарын әкеліп жатырмыз. Басқа компаниялардан қандай ерекшеліктеріңіз бар, Сайран, сіздердің, например, сіздер сияқты да істеп жатқандар бар ма? Компаниялар тіркеліп жатқан, компаниялар тіркеуге алып жатқан компаниялар? Көп олар, көп. Ондай недер компаниялар көп. Біздің ерекшелік, қазір біз приложениемен карголарға жұмыс жасайды. IT программаларыңыз бар. Барлығын амалын барынша адам жағынан емес, адамның 70% жұмысын жеңілдетейік деп отырмыз бұл жерде. Алдымен карголарға барлық урылған трикот, складқа барған тауарлар бәрін сайттың ішінен каргоның басшылары көре алу керек та. Қазір мындай мәселе болып жатыр. Складқа кей тауарлар сканерден өтпей қалады. Немесе қай күні шыққанын білмей қалады. Сол тауар қай күні шықты? Я шықпай қалды ма? Складтың бір бұрышында қалып қалды ма? Сол бір мәселе болып жатыр. Сол жағын ойласып, мен өзімнің приложением жасап едім. Приложениесінің ішіне ұрылады тауар. Мысалы, бір шыққан тауар ұрылып, шыққан тауар белгіленеді. Егер клиент білмекші болса, мына тауарым шықты ма деп каргодан сұрайды. Ал карго барып, менің приложениеме кіреді, жазады, три кодын жазады. Три кодын жазған кезде, міне, дізіліп тұрады. Мына күні шыққан деген сияқты. Өзінің клиенттерінің нелерін жазады, иә? Иә. Или олардың клиенттері не істей ма, прямо жаза ма? Кімдер жазады? Доступна болады. Карголар жазады. Мен қазірше ойлағаным үлкен жағынан карго. Соны бірте-бірте каргоны орнықтырып алған соң, арғарай клиенттерге де ақырындап жайлап өтеді. Олардың клиенттеріне, соңына дейін жетіп бармақшысың. Яғни, сенің клиенттеріне дейін бермекшісің. Ол жерде былай ғой, клиенттер бірінші каргоны ашқан адам басына ортады. Бір жолда 10 адам шығады бір күнде. 20 адам шығуы мүмкін. Мына тауарым қайда, анау не болды, мынау не болды деген сияқты. Соны олар маған шығады. 20 адамның проблемасы маған жинап айтады. Ал егерде мен алдымен каргоны орнықтырсам, карго маған айтпай, тікелей приложениеден көре салатын болады. Бірінші. Қай жақтан келген, шыққан, шықпаған менен сұрап жүрмейді. Приложениеден көре салады. Ол бірінші. Одан кейін бірте-бірте оларды орнықтырып болған соң, енді клиенттерге қарай приложение бере бастаймыз. Сол кезде клиенттер каргоның да басына ортпайды. Тікелей приложениеден өздерінің тауары шыққан. Ондай Қазақстанда естіген жоқпын әлі. Ондай компания жоқ, әлі өйтіп істеп жатқан адам. Сіздерде қандай ерекшеліктеріңіз бар, Қасым-Жомарт, басқа компаниялардан? Сіздер сияқты да істеп жатқандар бар ма? Иә, біз сияқты істеп жатқан. Қазіргі таңда негізі әңгіменің ашығын айтқанда көп орта есеппен 70 шақты карго Алматы қаласының өзінде. Бірақ бұл 70 шақты каргоның ішінде ары кетсе 20-30-сы нақты тұрақты жұмыс істеп жатыр да. Көбісі қазір арада посредник арқылы жұмыс істейді. Мысалға осы Сайран секілді жігіттері арқылы жұмыс істейді. Мысалы, Сайранның Қытайда өзінің склады бар. Сайран арқылы товарын алдырып отыр. Оның Қытайда мүлдем танысы жоқ. Қытаймен мүлдем байланысып отқан жоқ. Қытайға мысалы Сайран жауап беріп отыр. Сол секілді арада посредникпен жұмыс істейді. Бізде қазір былай жұмыс істеп жатырмыз. Тұрақты осы бизнесте тұрақты мәңгі қалу үшін, качественно жұмыс істеу үшін. Қытайда өзінің адамы бар, склад бар. Сол складтан біздің сайт бар, бағана Сайран атып кеткенде полный сайтымыз бар. Қытайдан біздің складқа келген товарларды клиенттер көріп отырады. Товар қабылданады, Қытай склады деп жанады. Қазіргі таңда ол көп карголарда бар, бірақ көп карголарда ол дұрыс жұмыс істемейді. Өйткені олардың Қытаймен байланысы жоқ та, арада посредникпен жұмыс істеген соң.
И бізде сол Қытай склады, одан кейін Алматы склады, одан кейін сол клиенттің қаласы, Алматы склады деген ол бізде сортировочный центр да. Одан кейін сол клиенттің қаласынан жаңады, өзі қай қаланы таңдайды, сол қаланы, мысалы Астана қаласын таңдайды, Астана қаласына келді деп жатады, жазылып тұрады. Барып клиент барып алып кетеді. Бұйырса енді біз осы IT саласына кірісіп жатырмыз. Бұл жерде клиенттерге топ ең жақсы продавецтердің жақсы товарлар, 100 товарды шығарып қоямыз. Бірақ оны әлі кірісіп енді жасап жатырмыз. Одан бөлек бизнесмендерге мықты качественный товар сататын поставщиктердің, автовектердің тізімін қойып, бізге ол кісілермен тығыз байланыста боламыз да. Мысалы бизнесмендер Қытайда товардан алдыратын болса, оларға арнайы ұсынысымыз бар біздің. Оларға арнайы жеңілдіктер болады. Олардың прайсы бөлек болады. Прайсы бөлек болады. Өйткені қайта-қайта ала беретін адамдарға бір бонусный картаң ба бір нәрсе болады сайтта. Иә, бонус болады бұйырса. Сайттан бөлек өзімізде былай прайсты жібереміз ғой ол кісілерге. Өйткені ол кісілерде кейбір адамдарда 1,5 тонна заказ болуы мүмкін, немесе 100 кило заказ болуы мүмкін. Тығыздығын барлығын есептеп өзіміз бағасын шығарып береміз да. Солай айтамыз. Енді ортақ мынандай сұрақта екеуіңізге дейін. Қазіргі таңда енді көп адам Қазақстанда бизнеске қызығып, бизнес ашам, мынандай логистикалық ашам, анау ашам деп, енді логистикада осылай адам көбейіп келатқан сияқты. Негізгі бұда тұрақтандыру бар ма? Қазір көп адам тарс-тарс ұрып жатыр да, мысалға көп дейсің ғой. Енді бұда тұрақтану бола ма? Или постоянно осылай кете ме? Біреу талпамен келеді, тағы да шығып кетеді, талпамен келеді, шығып кетеді. Тұрақтану бола ма? Басқа бизнесте бар ғой мысалға тұрақтанған бизнестер. Иә, бұл жерде қазір бағанда айттым, көп карголар бар, бір-бірінен естіп карго аша беріп жатыр. Бірақ олардың Қытаймен мүлдем байланысы жоқ, қытайша түсінбейді деген секілді. Бұл жерде ертең мысалы біз басында ашылғанымызға енді бір 3-4 ай өтті. 4 айдың ішінде біз қазір пайдаға емес, тек қана шығынға жұмыс істеп жатырмыз. Болашағы үшін емес. Елдің қамы үшін және компанияның болашағы үшін де. Мысалы біз қазір өзіміз пайда табуды ғана ойласақ, ұзаққа бармаймыз. Біз ұзақты көріп, сол жаққа цель қойып тұрмыз. Чтобы осы сенде онда басқа бизнесіңнен ақша алып, мынаған тықып отырсың ғой, толка салу. Сізде қандай мысалға? Иә, бұда тұрақтану болады. Қашан болады? Бәлкім 3 ай, 4 ай, бәлкім Пиндодоның бұл әзір көбейіп жатыр. Пиндодомен байланысы бар деп. Иә, Пиндодомен байланысы болып тұр да, бұның Пиндодо қазір күніге адамдар көбейіп жатыр. Бұл өзінің бір деңгейіне жетеді, тұрақтанады. Пиндодоның адамдары, барлық адамдарды істететін адамдар істетіп болған кезде, бәрі біліп алғаннан кейін бұл тұрақталады. Одан кейін адамдардың талабы карголарды талдай бастайды. Карголарды талдай бастап, соның ішінде қайсы ең дұрыс, ең жақсы, ең жауапкершілікті жұмыс істеп тұр, солар қалады да. Ол әзір 40-100 ма 50 карго ашылып жатыр, бірақ соның ішінде бар жоғы бір 20-сы қалуы мүмкін, үлкен болып қалғандар, ұсақ болып та қалуы мүмкін. Және бұл жерде айтып кететін, маған карголар жұмыс істеп жатыр. Мен карголарға жұмыс істеп жатырмын. Мен сол өзіме тіркеліп, менімен бірге істеп жатқан карголарымды аяғынан тұрғызып, соларды дұрыс алып жүрсем болды деп ойлаймын. Соларды құлатпай, соларға минус қылғызбай, соларды дұрыс алып жүрсем, олда да соларды шығарып жіберсем алдыға, жаңағы алдыңғы 20-ның ішіне кіргізіп жіберсем, сол маған бір плюс болады. Саған тіркелген компанияларды алдыға шығарып. Карго деген кім өзі бұл жерде? Карго дейміз, мысалы. Көпшілік білмейді. Енді бәрі просто карго дейді. Жалпылама айтады ғой карго. Жалпылама карго дей салады. Карго деген негізі Қытайдан тікелей шетелден. Камазы бар ма олардың или қандай? Өздерінің камазы, өздерінің склады бар. Компанияның негізі карго дейді. Ал енді бұл қалай айтылатынын білмеймін. Мына жақта Алматыда тұрған көп компаниялар негізі каргоға жатпайды, былай нақтылап айтқанда. Олар таратушылар. Таратылушылар. Оларды кім дейді? Экстридидер ма? Қандай деп айтады оларды негізі жалпылама? Жалпылама қалай айтатынын білмеймін, бірақ енді қазақша айтқанда таратушылар болады. Камазым болса, складым болса, ол кезде мені карго десе болады. Бұлайынша каргоға келмейді. Компания деуге болады. Біз жеткізушілер, олар таратушылар да. Енді мынандай сұрақ. Мысалға мен алғым келеді. Қандай критерияларға сүйеніп тұрып компанияны таңдасам болады? Мен курс, жалпы сіздердің клиенттеріңіз кімдер да? Бірінші сіздікі мысалға постоянно осы бизнеске кірген адамдар. Кірген. Қандай критерияларға сүйеніп тұрып нені таңдау керек? Карго компанияны таңдау керек. Бұл жерде
жақсы істеуін қай жерден білсе болады? Менше бұл жерде уақыт қатты мәселе емес. Мысалы, қазір көп карголар 5 күнде келіп жатыр, 4 күнде келді, ойбай 7 күнде келді деп шулап жатыр да. Ол мәселе емес. Ол бірінші клиенттер ол жағын қатты мән беріп кетпеу керек басын. Тез келгеннің өзінің бір нелері бар да. Ол басында тез келгенмен кейін ақырындап қалады. Мысалға біреуі басты бірінші нәрсе жауапкершілік, каргоның жауапкершілігі. Қай жерден анықтаймын, мысалға жауапкершілігі бар ма, жоқ па? Бір жерлерде оценка жазылған бола ма екен? Оны енді елдің аузынан еститін шығарсыз. Бірақ нақты былай біреу өзім жауапкершілігім бар деп айта береді ғой бәр адам. Бірақ елдің аузынан ел алдамайды да сізді. Карголарға оценка белгілейтін бәрібір сайттар жоқ, оценка беретін официальный ондай сайттар жоқ, Қазақстанда? Ондай жоқ. Сайт емес, қазіргі таңда Telegram группа бар. Отзывы карго деген бар. 25 мың, 30 мың ба подписчигі бар. Біздер білмейміз ғой мысалға оны. Ол жерде отыратындар кімдер основной? Қай жерден келетін трафиктар? Ол жерде отыратын кісілер бір 2% бизнесмендер, сол каргоны ашқан кісілер, жеткізуші кісілер ғой. Енді ол жерде арада посредникпен жұмыс істейтін барлығы бар. Тағы да бір 5% сол бизнесмендер, реальный жауапкершілігі бар, карго іздеп жүрген. Қалған 93%-ның бәрі кәдімгі халық. Юзерлер, юзерлер, тауар алдырғысы келіп жүрген кісілер. Ол жерде мысалы әр каргоны, мысалы мен өзім каргом бар, ол кісілерге ақшасын беремін да, реклама беремін. И астына комментарий ашып қояды. Сол жерде отзывты сол комментарийдің астына барлығы жазып кетеді, ел, халық жазып кетеді сол жерде. Бұл карго жаман, жауапкершілігі жоқ, бұл каргода обратный связь жоқ деп. Вот сол жерден біледі. Қазіргі таңда елді сайтқа тарту қиын да, ол кісілерге Telegram удобно. Сол Telegram группа арқылы біліп отырады. Бірақ ол Telegram группада қазіргі таңда қарасаң, күніне кемінде бір 2-3 каргон реклама қылып отыр. Қандай? О ақшамен де нетуі мүмкін ғой. Отзывты ақшамен де жазғызу. Сол жерде міне сенім жоқ болады. Мен ақша берсем, менің каргомды мақтап қой деп қойсам, солай болуы да мүмкін. Иә, ол да мүмкін да. Ол дәл айтқанда өзің заказ беріп, сонымен көз жеткізіп болғаннан кейін ғана реально сенесің да былай. Енді мынандай сұрақта, қазір көп кіріп жатыр деп жатсыздар ғой бұл бизнеске. Қандай сонда соншалықты оңайлық па, или аз ақшамен бастап кететін бизнес болғандықтан барлық адам ұрып жатыр ма? Риск қандай жалпы бұның? Жоқ, рискі негізі өте қиын. Мысалға, сен бұл жерде бір адамның емес, 100 мың, 10 мың адам, 100 мың адамға шейін жауапкершілігі тұрады тауардың. Ол кісілер iPhone алдырып мүмкін, ноутбук алдырып мүмкін, 500 мың тауарын. Оны сен жоғалтып жіберу мүмкін. Жоғалтқан кезде уже жауапкершілік сенің мойнында да, сен уже жауап беру керексің. Ал қазіргі каргоны ашып жатқан кісілер оны елемейді да, ондай жауапкершіліктер. Олар реклама күшті болып кетті, просто қазіргі блогерлер біз карго ашуды үйретеміз, 5-10 миллион теңгеге үйретеді да. Ол кісілер прогрев жасайды ғой, мысалы, карго кім ашқысы келеді, айына кемінде 5-10 миллион теңге тапқың келсе деп. Соған реально арасында бар енді істейтіндер, бірақ көбісі алданып, соны үйреніп жасап жатқан кісілер. Ол кісілер көбісі ұзаққа бармайды, өйткені ол сферада өзі даже Pinduoduo, 1688 деген сайттардан тауар алдырып көрмеген кісілер. Сол бизнесті ашқан кісілер. Түсінікті. Енді мынандай ғой, осы бизнеске кіргеннен соң мысалға қанша уақытта шығару, өзі нөлге шығу уақыты примерно стандартный қанша болуы мүмкін, Сайран, осы бизнеске өзіңнің уровеніңде мысалға. Осы бизнеске қаржыны салдың, тықып отырсың, қанша уақытта нөлге шығу мүмкін? Нөлге ма? Немесе артқа да кетіп қалуы мүмкін ғой. Нөлге шықса қанша уақытта шығуы мүмкін? Бұл бизнесте негізі қазіргі жағдайда, қазір Pinduoduo күннен күнге тіркелген адам көп, заказ беретін адам көп. Қазіргі жағдайда 2-3 жыл ішінде бұл сала басылмайды деп ойлаймын. Әлі де карголар көбейеді. Әлі де көбейеді. Өйткені бір каргоның, қазір жаңадан тіркеліп жатқан бір каргоның өзі 3000 адамға әрең жұмыс істеп жатыр да. 3000 адамды әрең алып жүр. Бірте-бірте ақырындап келеді да. Әлі де 1-2 жыл бар болуы мүмкін. Бұлар өздері бір орнығып, не қылғанша бәлкім менің ойым да. Бұлар енді өрге шыққаны сол клиенттерді дұрыс ұстағандар қалады, өрге шығады, дұрыс ұстағандар, жұмыстар дұрыс болған. Жаңалық, менің ойымша, осы карголарға өзім бір айтып кетерім, жаңалық жарату керек. Барынша қолайлы
барынша халық қабылдайтындай қолайлылық жарату керек. Мынандай сұрақта енді қазір Қытайда мысалға нелердің түрі көп, пошталардың түрі көп. Мына жерден шығып кетсе, посылка уже біледі, барлығы бір базаға түседі. Мынандай Қазақстанда ондай жүйе жоқ. Ондай жүйе жоқ. Мысалға қазір складтан шығып баратыр бір посылка, ондай жүйе жоқ. Ондай жүйе білмеймін қаншалықты қазір не істейді, жасап жатыр ма или жасай ма? Қажеттілік бар ғой, білмейміз посылка қай жерде жүргенін. Қазпошта өзінікін есептейді, Каспий өзінікін есептейді. Ортақ бір жүйе жоқ. Жүйе жоқ, иә. Ана посылка ана жер жоқ болып кетеді или тағы бір нәрсе. Жалпы посылкаларды бір сайттан тексеретіндей не бар ма мысалға? Ол карго компанияларға қаншалықты жақсы болар еді осындай нелер болса? Ондай жағын мен байқамадым Қазақстаннан. Бірақ енді егерде осы қарқынменен дами беретін болса, осылай интернет саласы осы қарқынмен дами беретін болса, ол жағы да қосылады түбі. Ол жағы да қосылады. Жалпы керек па сіздерге келді ол посылка базаға түскені? Керек. Қатты керек. Қатты керек, иә. Өйткені Қазақстан ішінде ол да бір бөлек бизнеске жата ма, немесе бір карго компания жасау керек болса, ол бөлек бизнес па, қалай болады ол? Бұл жерде қазір көп карго, мысалы Қасым-Жомарт сияқты, осылай Қазақстан ішіне жасайсың ғой, иә. Осындай компаниялар көбі Қытайдан склад ашсам дегенді ойлайды да. Менің ойым, менше ол жағын ойламай қойған дұрыс па екен деп ойлаймын. Өйткені ол жерде пәрен миллиард ойнап жатқан үлкен компаниялар. Сені шығарып жібереді бірдемде. Ол жерде сен барынша Қазақстан ішкі жағын, мысалы сен басқа қалаға жібересің ғой. Осы Алматыдан қабылдап аласың, Шымкентке жібересің, неге жібересің, ана филиалдарына жібересің. Соларды сен соларға тіпті де қолайлы ретінде сол жағын дамытсаң дұрыс па екен деп ойлаймын да. Иә, дұрыс айтасың. Бұның өзінде мысалы Қазақстанның өзінде жай ақша кетпейді. Мысалы адам көбейген кезде өзі көп қаражат керек болады. Көп дегенде минимум 5 миллион болады. Жай 2-3 мың адамға ол 5 миллион деген жетпейді даже. Товар келіп жібересің, ол ақша мысалы сразу келіп түспейді ғой. Клиенттер біреу 10 күннен кейін алып кетеді, біреу 20 күннен кейін алып кетеді. Кейбір кісілер бізде шығын көп болады кездері арасында бумага заказ берген. Бір кісі көп бумага заказ берген, ауыр салмағы. Соны клиент алып кетпей қойды мысалы. Сондай жағдайлар көп болады да. Дұрыс. Негізі заңды түрде бұның барлығын істеуге болады, бірақ жоқ, жалпы не үшін керек та мынандай Қасым-Жомарт Сайрам? Мысалға ол біздер бір нені ойлап тұрмыз ғой, тек Қазақстанның үшін. Егер экспортқа тауар шығаратын болсақ та, сырттан келетін, алып шығып кететін компания үшін ол жүйе керек та бәрібір, ортақ бір жүйе. Қазір ол Amazon или AliExpress кірмекші болса, біздер де ондай жүйе таппайды. Мысалға посылкалардың бір базасы жатқан, оларға база керек болады ғой. А точкадан шығып кетті, ар жақтағы олардың клиент көру үшін. Олар бәрін жасамайды ғой мысалға. Сондай жүйе болса, ол бөлек бизнес қой. Ол да бөлек бизнес болады екен. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ. Қазір Қазақстанның іші 18 миллион. Шектеулі да. Сыртқа шығуларыңызға бар ма? Или ойластырып жатсыздар ма будущийда? Мысалға Өзбекстан, Қырғызстан бұл жүйеде қалай жұмыс істеп жатыр? Слави ма? Или алдыға өтіп кеткен ба? Зерттедіңіздер ма? Бұл салада ма? Қазір Қазақстан алдыда дейсіз ғой сонда, иә? Жоқ, Қазақстанда қазір істеп жатсыздар ғой. Будущийде енді сол Қазақстанның ішінде емес, сыртқа да шығу ойларыңыз бар ма? Зерттедіңіздер ма? Біздің компания негізі тек қана Қытайдан Қазақстанға емес, біздің складта Москваның товарлары бар. Қайсы складта? Алматыдағы ма? Гуанчжоудағы складта. Гуанчжоудан тіке Москваға жібересіздер? Келеді Москваның товар, Алматыға келеді, Алматыдан Москваға салып жібереміз. Мына жаққа келіп, ол шығын болмай, прямой сол жақтан алысып кетеді ме? Қазақстан ең жақсы болып тұр. Және Қазақстанның жолы бүткіл Еуропаға шығаруға, Қытай үшін. Жібек жолы. Иә, жібек жолы. Ал егер Қырғызстаннан шығарса, бірнеше мемлекеттен өтеді. Және ол жақтардың налогі жоғары. Тек қана Қазақстан ең дұрыс болып тұр да бұл жерде. Еуропаға шығарғанға да, Түркияға да, басқа мемлекеттерге тауар тасымалы. Енді біз сол жағын ұстап, тек қана Қытайдан Қазақстанға емес, Қазақстаннан Қытайға, Қазақстаннан басқа мемлекеттерге шығаратын сол жақтарын қарастырып жатырмыз. Қазақстаннан қайсы қызық болып тұр сіздерге? Россия ма, Россияның нарығына кіру ма, Қырғызстан ба, Өзбекстан ба? Өзбекстан мен Қырғызстанды әлі көрмеген шығарсыздар, иә? Зерттеп. Өзбекстанды мен зерттедім. Зерттеп, ол жақта $9 екен, бір каргоны көрдім де енді.
ол арада посредникпен істейтін шығар енді, білмедім ол жағын. Бірақ Ташкент қаласында Қытайдан Ташкентке шейін $9 екен. B2C сегментқа ма, B2B-ға ма? Жоқ, B2C-ді ғана білдім мен. 15-25 күн деді, $9 деп айтты. Карго сөйлесіп көргенмін ғой. Прямо Қытайдан Өзбекстанға өткізіп жіберуге бола ма, или Қазақстан арқылы? Жоқ, Қазақстан арқылы өтеді. Қазақстан арқылы өте ма? Иә, Қазақстанға, мысалы Қазақстаннан кейін тұрып Өзбекстан айналып өте алмайды да. Біз арқылы өтеді тек қана. Ол жақтан да ашса бола ма? Болады, бірақ негізі авиамазда бар. Иә, зерттедім. Қытайдағы, Өзбекстандағы кісілер Қытайдан емес, Дубайдан көп алдырады деген заттарды да. Мысалы, мелочь жоқ қой енді, үлкен заттарды Дубайдан арзан келеді деген оларға. Чем Қытайдан қарағанда. Енді көп зат бәрібір Қытай сияқты ассортимент жоқ қой Дубайда. Оны қалай тест режимінде мысалға ашса болады Өзбекстанда интернеттен, сол жаққа бармай тұрып біреулермен келісіп тұрып қалай тест ретінде. Енді Қазақстан ғой, аз ғана ғой енді бұл жерде. Қазақстан қазір бір дамып тұрған жер сол Каспий арқылы төлеуде, Пиндодода. Сол дапты. Ал Өзбекстанда ондай жоқ. Пиндодо жоқ. Сіздердікі Пиндодомен 90% байланысты болып тұр ғой. А Пиндодоны неге Өзбекстанға үйретуге болмайды? Ол жақта да карточка бар ғой. 1688-ді ол жаққа барып ашып, сол жақта үйретуге болады. Пиндодо болмай ма Өзбекстанда? Пиндодо болмайды. Өйткені кірмеген ба? Бұл жерде тек қана Каспий карта. Бізде ең маңызды нәрсе Каспий карта болып тұр. Каспий карта арқылы Пиндодоға ақша төлеу. Жоқ, түсіндім. Каспий карта виза карта ғой. Виза картаның жүйесінде істейді ғой, иә? Виза карта Өзбекстанда да бар. А Пиндодоның тізімінде жоқ па Өзбекстан? Бар болу керек. Сол жағын зерттеу керек, мен бірақ зерттеп көрмедім да ол жағын. Курс арқылы кіріп барса болмай ма? Ол жақта міне мынандай Қазақстанда кетіп жатқан мынау сайт, трендтағы сайт. Сол әйтеуір сол жақтағы адамдарды курс үйрететін адамдарды тауып алып, через солар арқылы тест режимінде кірсе болмай ма? Бірінші соларға сабақ үйреткізіп, астында компания болады. Тест енді ол жақта да бәрібір минусқа істейсің деп ойлаймын, пока тест режимінде осылай істеуге болмай ма екен? Пиндодадан қарап көрдіңіздер ме? Қырғызстан, Өзбекстан. Өзбекстан бар. Болды ғой онда. Олар мысалға тікелей сатып алып отырған жоқ қой, соны курс етіп, сол жақтағы адамдармен. Мен өзім ойлаймын, өзбекстандықтар біраз қазақстандықтарға қарағанда біраз патриот па екен деп ойлаймын да. Бұлар өз ішкі өнімін өндірісін жоғарылатам деген ой бар да бұларда. Бар, бірақ B2C-да олар мысалға әлде көп нәрселер шығарамайды. Иә, B2C-да бәрібір керекті жарақтар алады деп ойлаймыз. Мына Қазақстандағыдай жаңағындай емес. B2B-де енді өздерінде не шығар, может. Бірақ B2C қазір біздің компания негізі Өзбекстанды қатты ойласқан жоқпыз. Қырғызстан бар біздің неде. Өзбекстанда неше миллион? Қызық 40 миллион, почти 40 миллион. Біздерден екі есе көп. О жағында зерттеп көруге болады. 40 миллиондық базарға кіресіздер. Біз қазір Қазақстанның ішкі нарығын, ішінде бізде құрт бар, ірімшік және экспортқа алып шығу, ет, соны Қытайға шығару. Қытайда 1,5 миллиард адам бар. Ол жақта не кем? Құрт, иә? Астық, ет. Біз енді сол жағын жолын жасап жатырмыз барынша. Жалпы мынандай ғой, Сайран, мысалға қазір айтып жатсың, Қытайға қызық болып тұрыпты, біздердің Қазақстаннан құрт, ет өнімдерін алып шығу. Оның механизмі қандай болады? Мысалға сен өзің біздер шығаратын болсақ, өнім өндіретін болсақ, құрт, например, мен шығарам. Өзің прайс дайындап қоясың ба, Қытайға мына заттарды шығаруға болады. Өздерің сатып берумен айналысасыздар ма, клиентті тауып бересіздер ма, қалай болады механизмі? Тест режимінде болса. Біз қазір бастысы негізгі шығаруға болатын тауарларды өзіміздің компания арқылы, біздің компания арқылы шығаруға болатын тауарларды Қытай жақтан және Қазақстан жақтан екі жағын документін бітіріп, тек қана біздің компаниямен өтетін қылып, солай қылып жасамақшымыз да. Және ол документі дайын болған нелерді қосып отырамыз бірте-бірте, былай шығарып отырмыз. Мына тауарлар шығаруға болады. Және Қытайлар келсе, ана жақтан біздің компанияға келеді. Міне, осындай Қазақстаннан маған ет керек, пәлен тонна деген кезде, ана бізбен бірге келіскен ет беретін компанияларға барып етін ала саламыз да. Солай болады. Қазақстанда наоборот ет жетіспей жатыр деген, Россиядан кіріп жатыр етті деп не естедім. Ондай не жоқ па? Көп па Қазақстанда ет шығаруға бола ма? Шығарып жатыр, шетелге көп шығарып жатыр. Сүрленген ет па, мынандай ет? Иә, сүрленген, мұзданған ет, тоңланған. Россиядан келіп жатқан еттер қандай еттер сонда? Қазақстанға кіріп жатқан еттер? Оны зерттемеппін. Мен Қытайға бірақ бізде қазы қарта бар ғой, қарта деген бар. Соған көп спрос бар. Өзі бір-екі Қытай тұрады да, сөйлесесің, қартаның килограммын бізден көп
қанша есе көп сатып аламыз дейді да. Бірақ оған жеткізу енді проблема секілді. Сол ет өткізу өте қиын да. Ол зат емес та. Жалпы осы енді біздер тек қана жаңа Қазақстанның ішімен қалып қойсақ 18 миллионда, бірақ Ресей, Қытай, Өзбекстанға да жаңағындай өнімдер шығаруға болады екен. Бірақ оны IT системасыз қалай не істеуге болады мысалға? Барлығы IT системаға байланысты емес ол. Негізі қазір IT системасы жұмыс істеп жатқан кісілер бар ғой, дәл осы салада айтып жатқан. Қытай келген товарлар, мысалы бағана айттым, Өзбекстанда карго бар деп, оларда Pinduoduo сол жақпен заказ берген кісілер негізі халық. Бірақ IT система әлі дұрыс емес сол жақта да. Мысалға былай істесе болады да. Осы Қазақстанда, мысалы біз каргомыз ғой енді, біз карго Өзбекстанға бағана сіз айтқандай курспен адамдарды үйретіп, сол жаққа кіріп барсақ болады. Барлық шығын десек. Оның артында карго тұрады. Бірінші сабақты алып кіру керек та ол жаққа. Ал елге барып, зат алдырмайтын елге барып, болмайды ғой айтуға. Конечно, бірінші сен аточка қай жерде бұл жерде? Аточка бірінші не алатынымды көрсету, бағаларını көрсету Өзбекстан. Кейін барып, міне үйренуің үшін курс. Курстан кейін уже артында міне алуың үшін карго үйіңеден алып келіп береді дегендей нәрсе тұрады да. Прямо каргоны, конечно, ондай не істемейтін шығар. Енді оны да үйреніп көруге болатын шығар. Ол Pinduoduo'ға алуға келе ма, келмей ма негізі. Қырғызстан бірақ ондай қызық емес, прямо келеді. Қырғызстанда өзінде рыногы, бізде айтпақшы товар Қырғызстанға арзан кіреді бізден қарағанда. Қырғызстанда налог аз. Любой нәрсеге. Машина, мысалы, Қырғызстанда машиналарға налог вообще аз болады. Мысалы, біздің Қазақстанда машинаны мысал алсақ, утилизация, первичка деген, ал Қырғызстанда ондай жоқ. Ол жақта налог аз. Оның не пайдасы бар біздерге, мысалға Қырғызстан арқылы алып кірсең де бәрібір сол налог төлейді. Ол екі мемлекет болып кетеді. Бірақ сен Қырғызстан мен Қытайдың налогы жоғары. Қытайдан Қырғызстанға кіргізгендегі налог Қазақстаннан жоғары. Бәрібір одан бері кіргізгенде және бір төлейсің. Сондықтан Қазақстаннан кіріп Қырғызстанға жіберген тиімді болады. Ол жағын біз зерттеп көргенбіз. Және жаңа айтып жатсыз, Өзбекстанға қалай сайтсыз істеймін деген. Мен де мындай бір ой болған. Мысалы 1688 Pinduoduo анан бәрін білетін, заказ бере алатын бір адам сол жаққа барып офис ашу керек, кішігірім осындай. Соның ішінде бір 2-3 адам отыру керек. Компьютерменен заказ беруді үйренген. Отыру керек, содан клиенттерді қабылдап, сол жерде бетпе-бет отырып, заказ алып беру керек те. Солай істеп бастаса болады. О жақтың адамдарын тауып алып, істеткізу керек, Сол жақтың болмаса, осы жақтан барып істесе де болады. Зарплатасын төлеп, отырады, адам жанына келеді, бірге тауарлар көріп. Себебі қазір бара тұрғаны, о жақта да бәрібір Pinduoduo ашылу несі бар, бәрібір ашылады ғой, Pinduoduo дамып бара тұр ғой, бәрібір ашылады ғой. Ертең бармастан бұрын бәрібір басында барған жақсы емес пе? Ертең біздер ашпасақ, бәрібір олардың өзі бәрібір ашады ғой. Менің ойым бар, Сайрат, сенің ойың секілді, бірақ сәл басқаша да. YouTube істегенше, Pinduoduo оңайға телефон видеозаписпен ғой негізі асылы сабақтары. 3 видео болды, содан басқа арты сабақ керек емес. Оданша сол жақтағы блогерлер бар ғой? Блогерлер бар. 5 миллион, 10 миллион подписчигі бар. Өзбекстанда блогерлер бар, танымал. Сол блогерлерге именно осы инфобизнесте жүрген соларға шығу керек. Әбден прогресс жасап, онда халыққа да пайдасы бар да, Өзбекстан халқына да. Ол кісілерде тиімді алдырған дұрыс қой енді. Осы Қазақстан халқы сияқты. Сенікі қазір былай болып, сенікі Pinduoduo'дан Өзбекстанның картасымен, банк картасымен тікелей заказ бере алған жағдайда сенікі де істесе болады. Дұрыс па? Ал бере алмайтын, өздері заказ бере алмайтын жағдайда менікі де істесе. Неге бере алмауы мүмкін? Pinduoduo мысалға визаны қабылдап тұр, виза ақша беріп тұр, мастеркард ақша беріп тұр. Өзбекстанда виза бар, мастеркард бар, и узкард бар, мысалға, и тағы да нелер бар. И PayPal да бар Қытайдыкі. UnionPay. UnionPay тоже Қытайда неде де бар. UnionPay'ды қабылдайды мысалға да. Қабылдайды, значит. Просто қазір Қазақстанда уже трендқа айланды, ертең точно Өзбекстанда трендке айланады. Бірақ алдын ала жаңағындай не өткізу керек, тренингдар, и алып барып көрсету керек та, бір 10 посылка, 20 посылка міне келгеніне. Сонда жолы, сонда Қазақстан арқылы өтіп кетеді ғой, Қазақстаннан сәл қымбатырақ болады ғой, қымбатырақ болады, әрине. Мысалға, бағанда $9 деген кісілерді
сондай болады да примерно орта есеп. Басында склад жалдамай тек офис жалдап істеуге болады ғой. Иә, офис жалдап солай істеуге болады. Аздан бастап. Ол жақтағы адамдар B2C-ді ашқан дұрыс па, B2B-ні ма негіз? B2C ашқан дұрыс. B2C, онда B2C-ді ашып, жаңа сөйлесіп, не істесе болады екен. Адамдарға Пиндодон ақырын таныта беру керек те. Бір-екі рет бір зат болса да заказ алдырып, сеніміне кіргеннен кейін бастап алай істесе тез болады деп ойлаймын. 40 миллион адам тез тарқалады. Иә, Ташкентте главный офисын ашып, не істесе болады екен да онда ба. Оны қашықтан жасауға тест режимінде хотя бы біреулермен сөйлесіп пе солай істеуге болмай ма? Барып жүрмей-ақ тест режимінде біреу таныстарды тауып алып, солардың қолымен просто минимум бір нәрсені істеу. Иә, былай тест жасап көруге болады деп ойлаймын. Алдымен өзіңіз алдыртып тауарларды, осы Қазақстанға алдыртып, соны Өзбекстандағы сайттарға салып, немесе бір адамдарға жарнамалатып, блогерлер сияқты. Соларға беріп қолдарына көрсету керек. Мынау Қытайдан келген тауар деп. Мынау Қазақстаннан салды деп айтылмау керек та ол. Мынау Қытайдан келді. Тест версиясында осылай жасауға болады. Через Қазақстанға алып тұрып, ол Қытайдан келгеніне міне не істеу керек. Просто Қытай, Қазақстанда енді тұрып тұрады, ортада транзит не істеп тұрады, бірақ заказ берілгенде анаяқтан жіберетінде, дайын заттарды. Өте керемет. Олай істетсе де бір 20-30 товар солай істесе болады. Тікелей Қытайдан алдыртып жүргенше, осы жақтан өзің қолында бар сенімің бар заттарды о жақтікі мыняққа келген уақыттағыдай уақытта келеді ғой, ә? Бәрібір сондай уақытта келеді ғой. Жоқ, алдымен Қазақстан өтеді ғой. Бәрібір Қазақстанға келгенде келеді ғой. Қазақстанға қазір 7 күн дейікші, 7 күнде келсе, Өзбекстанның шекарасыға дейін 2 күн бара ма? 1,5 күн. 2 күн дейікші, 2 күн, 9 күн, ары қарай өткенше, налогын төлеп өткенше 1 күн өте ма? Мен Өзбекстан барып көрмедім. 2 күнде ала берек, плюс күн. 4 күнде, сонда 12 күн, 15 күнде жететін болып тұр ғой Өзбекстанға. 20 күн болса да не жоқ. Жақсы да, иә. Мысалы, Қазақстанға сондай уақытта келіп жүрді, 15-20 күнде, жаңа жылдан алдынша, қазір тез келіп жатыр. Олар жаңадан бастаған кезде сөзсіз сондай ұсақ-түйек заттар заказ береді деп ойламаймын мен, өзімше. Олар крупныйымдай мопедтер. Әрбір ояққа шығу үшін де уже приложениең дайын болса, оларға уже Өзбекстаннан регистрация пользовательдар, жаңа юзерлар регистрациядан өтуге дайын нені бере саласың да. Уже олар бастаймын десе, дайын нелері жоқ болса, приложениялар болса, Қазақстаннан кіргендер дайын приложенияны берсе, уже алдында болады да. Солай болады. Нарықта кіріп барады. Дайын немен приложениясы о жақта қиын болады бәрібір. Қалай контрол жасайсың мысалға. Сол жағы болады. Жалпы болашақта тағы да қандай өзгерістер болады осы Қазақстанның ішінде? Пиндододан басқа сол Пиндодо болып кетті ме? Қандай сайттар қосылуы мүмкін? Қайсы тиімді жалпы бизнес жасайтындарға, B2C алатындарға 1688 ба, Alibaba ма, жаңа нема, қайсы тиімді жалпы? Енді Қазақстанда интернет саласы 3 жылда 5 жылда қатты дамиды. Дамығанда және мына TikTok саласы дамуы мүмкін 3 жылда, 3-5 жыл ішінде қатты дамиды, өте қатты. Бірте-бірте TikTok-пен тауар сату, ол жағы да дамиды. Эфир арқылы. Мысалға өзің қытайларды қарап отырсың ғой, Доньон ма Қытайда, соларды Доньон. Осы арқылы мысалға көріп, Қазақстанда көп әлі нелер жоқ шығар, салалар былайынша қарап. Салалар жоқ. Өте көрдім TikTok-та, бір-екеу отыр, бірақ өте андай качестволары нашар, сапалары нашар. Қарасаң, андай кәсіптік деңгей жоқ та. Ал Қытайда ондай үлкен осындай зданияны алып қойған, Қытайда Шэньчжэн қаласында зданияны алып қойған, Чыңду ма, Шэньчжэн қаласында бар 10 этажды ма, 8 этаж здание, бірақ сондай интернетпен жұмыс жасайтын дом, бір компания. Сату ма интернетте или идеялар ойлау ма, қандай ол? Сату. Сату, иә? Тауарлар, интернет арқылы. Ол жақта мысалы, ол жерде неге жақсы дегенде, бірте-бірте қазір мына барахолка сияқтымдай базарлар қалады, заманнан қалады. Қытайда қазір солай ғой, иә? Заманнан қалады. Олардың бәрі сол дүкенін ашып қояды, алдыда эфирға қойып, эфир арқылы. Иә, 1688-де көргем, алдында не қойып, жаңа прямо эфир өткізіп, сол жерден дүкеннің нелерін көрсетіп сатып отырады. Иә, сол дүкенін көрсетіп, тауарларды әкеп бұзып. Сол салаға жетеді, мынаяқта да уже. Бәрі онлайн болады ғой, болашақ. Онлайн болады. Мысалы, есеппен алғанда, карантиннен алып, 2017-2020 жылдарды статистиканы қараса, интернет продажа мировой, мысалы Американы мысалға алғанда ол жерде статистиканы қарадым,
аз болған, мысалға 30% болған да. Карантин уақытынан кейін 2022 жылы тағы бір рет статистикаға қараса уже 80%-ға көтерілген. Онлайн. Онлайн. Именно онлайн продажа. Былай инфографикасын қарасаң, былай болып тұр да екеуінің разницасы. Ол жылдан көтеріле береді. Бізде адамдар, мысалы қазір бізде Каспийден заказ беріп, үйде күтіп алсаң удобно ғой, базарды аралап жүргенше. Бағасы да төмен былай қарасаң. Базардан төмен даже. Енді бір нәрсе миға келді, сол жерде қазір Қазақстанда ашылып жатыр ғой карголар, иә. Amazon сияқтыны Америкада ашу уже мүмкін емес та, Amazon алдыға кетіп қалды. Сол сияқты Қазақстанда да өтіп кететін компанияларға қазірден ашылса да возможность бар ма? Мысалы, Amazon сияқты әлі биігіне жететін, әлі кетіп баратыр. Күнде ашылады, жабылады, ашылады, жабылады, мүмкіншілік бар ғой жалпы сондай? Бар, мүмкіншілік бар. Маркетплейс ашылған ма? Жоқ, маркетплейс емес, осы не саласында, логистика бизнесі саласында әлі шоқ үстіне жеткен не жоқ қой, Amazon сияқты. Мен интернет-магазин аша алмаймын, 100% білем, Америкаға барып, себебі лидерлардың лидері не тұрыпты? Amazon тұрыпты, неше жылдық. Логистика ашайын десем, осы жерде 1-2 жылдық қана компаниялар барды. Анық білемін, может өтіп кетуі мүмкін бір жағын. Қай жақтарына мән берген жақсы мысалға? Біреу логистика ашқысы келсе. Логистика кетіп қалу үшін. Мысалы, халықараға дүние жүзіне шығып кету үшін. Дүние жүзіне шығу үшін енді дүние жүзін не істеп тұр? Қазақстанның ішінде, Қасым-Жомарт, өзің пікіріңді айтсаң. Жалпы конкуренция қай жағына мән бергенім дұрыс? Бастадық, міне логистика бизнесін өздеріңізден келіп шығып, қазір қай жеріне мән беріп жатсыздар? IT жағына ма, или қосымша КамАЗ алу ма, склад алу ма, филиалдарды ашып тастау ма, қай жағына күш салып жатырсыздар? Негізі сіздің сұрағыңызды мен түсіндім. Қай жеріне мән беру керек деп жатырсыз. Бұл жерде мән беру керек нәрсе, дәл қазір бізде КамАЗ, склад жағын бағында сайран атқанда уайымдамау керек. Сен Қазақстан ішкі нарығын қатырып алу керексің да, бәрінің роғына қылып. Ол үшін IT саласын дамыту керек. Өйткені қазір бәрі IT-ге көшіп жатыр ғой. IT саласында, мысалы, сіздің маған бір сөзіңізде, бізде Қазақстанда орта посылкілердің несі жоқ дедіңіз. Базасы жоқ. Мысалы, бірінші очередь соны құру, ортақ бүкіл карголарға, үлкен карго, кіші карго барлығына бір база қойып беруді. Сол база арқылы жұмыс істейді. Яғни клиент кірсе, жаңа өзінің посылкасын жазса, қайсысы кімнің каргосында жатқаны көрініп тұрады, иә, осылай. Топ кеше біз Қытайдікін көрдік қой, мысалы сол секілді да. Қытайда көп FedEx бар, барлығы бар, мировой нелер бар, өздерінің ішіндегі логистикалық қызметі бар, бірақ бәрі бір базада жиналған да. Бізде сол жоқ, именно соған мән беру керек бізде. Түсіндім. Қазір бастаған уақыт ешқандай КамАЗға, ешқандай склад мән бермей. Не жағына көбірек ойлануымыз керек? Ол жағы былай ғой, мысалы мен Гуанчжоудан Алматыға жеткізіп берушімін. Ол жағына мен басқа тұруым керек. Ол жағына мен, ал Қасым екеуміз, егерде Қасым-Жомарт екеуміз жұмыс істесек, Қасымға мен жеткізіп берушімін. Мен Гуанчжоудағы складқа мен басқа тұрамын, КамАЗға мен басқа тұрамын, Алматыда кеп қалай таратып беру, Қасымға қалай ыңғайлы болу. Сол жағына мен басқа тұрамын. Ал ары қарай Қасым Алматыда клиенттерге қалай таратып беру, басқа қалаларға қалай жеткізіп беру, Шымкентке, Астанаға қалай жеткізіп беру, сол жағын басын қатырса болды. Соның өзін әлгендей өзінің ойын шашпау керек та, шашыратпау керек. Бір жерге жинап. А точка менікі мысалға Қытайдан басталса, Б точка Қасыммен бітеді. Қасымның клиенттерімен может, иә? Сондай ма? Солай. Енді ар жағына Қасым мысалға басқа тұратын жері өзінің клиенттерін, Қазақстанның іші ғой, клиенттеріне қандай удобство, может клиенттеріне тауарды қай жерлерде сату керек, соған дейін түсуі мүмкін. Соған дейін түсуі мүмкін. Мысалға сенің жағдайыңда түсетін жері Қасымға дейін аман есен керемет етіп, удобство етіп, жеткізіп беру жолына айтыландыру, иә? Сол жағын айтыландыру. Солай амал бар болса, мен өз жағым шешіп болғанда, бірте-бірте Қасымды да қосып жіберу керек та. Қорқынды ретінде не айтасыздар? Мысалға енді бизнесті бастайтындар бар, ойланып жүргендер бар. Қандай мысалға бизнестер әлі кіріп келмеді біздерге? Өзің нені Қытайды көп бақылап көріп жүрсің ғой. Сол 1-2 бизнесті айтып кетсең. Сайрам. Бастауға болатын стартап болуы. Бұл жерде қазір біз, мен өзім ойым, Қазақстанда өндірісті көбейту керек. Заводтар ашу керек кішігірім. Амал бар болса, кішігірім өндірістер. Сол өндіріс жағын кірісу керек деп ойлаймын.
ол жағы. Енді бастайтын адамдарға зауыт жағы, не жағы қиын болуы мүмкін. Қиын болуы мүмкін. Бір кішігірім болса да, цех болса да, цех болса да. Қай салада именно? Сол тұрмыстық бұйымдар. Пластик, бір нәрселер шығару, бумага, солардың барлығын бастау. Үлкен ойламай-ақ қойсын, кішігінен бастау керек. Сабын, мысалы, сол жағын. Және қазір мысалы Қытай ашылып жатыр, 30 күн визасыз баруға. Ол жақты бұлда да үлкен бір орай болып тұр. Көп адамдар барып, сол жақтан көп нәрсе байқап, неғып, үйреніп, сол жаққа бір ай тұрып, үйреніп, ақшасын беріп, үйреніп, ол жаққа алып келіп істесе, мен өте дұрыс деп ойлаймын. Оқып үйреніп келіп, Қытайлардан оқып үйреніп солай. Және интернет саласын, TikTok-дан тауар сату деген сияқты, сондай салаларды дамыта беру керек. Осы мен айтарым. Дамып жатыр сол жай. Иә. Сол жақтарын дамыту керек. Өйткені 3 жылда, 5 жылда сол салаға барады Қазақстан. Медиа саласына жалпы жаңа контент шығару, не жағына основной мән беру керек, бірінші. Сол жағына. Өзің, Қасым? Мен жеке пікірім, мысалға, кімнің Сайранның айтқаны дұрыс, өндіріс, бірақ одан алдын енді бастап жатқан кісілерге Каспи немесе Wildberries секілді маркетплейстерде өзінің брендін қалыптастырып, мысалы Қытайда сол 1688 Pinduoduo сайттарына заказ береді, поставщигімен жақсылап сөйлесіп, өзінің брендін жаздырып, тегін жазып береді ол кісілер. Дайын платформаға шығып, алып сату бизнесі, бірінші. Басында кішкене қаражат жинап алу үшін, мысалы 100 мыңмен бастауыңда мүмкін. Өтетін заттарды нишаны таңдап, мысалы ең мықты ниша қазіргі таңда үйге арналған заттар. Үйдің заттары, әйелдерге қолданылады. Вот сол нишаны таңдап, өзінің брендіңді жеке қалыптастырып, ары қарай кішкене сумма қаражат жиналып, уже одан кейін өндіріске кете берсе болады. Менің пікірім осы. Рахмет, бүгін сұхбаттарыңызға керемет деп, Құдай қаласа пайдалық, өзіме де көптеген фидбектер алдым. Рахмет, әлі сөйлесеміз, Құдай қаласа, процестер жайлы, 1688, Pinduoduo қандай өзгерістер болып жатыр, әлі көп сөйлесетін әңгімелер, құрметті достар. Сіздерде сұрақтарыңыз болса, комментарияның астына жазып кетіңіздер. Сайрам мырзамен сөйлессеңіздер болады, ашқыңыз келсе, егер B2B сегмент, B2B бизнес болса да, Қасым Жомартпен де сөйлессеңіздер болады. Инстаграмын қойып кетеміз екеуінің де, құрметті достар, өтіп, сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Жақсы, рахмет, сау сәлеметті болыңыздар. Stop.